Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Бүгінгі тақырыбымыз енді айддатул вафати дейді. Күйеу өлген адамдардың күту мерзімі, әйелдердің күйеу өлген әйелдердің күту мерзімі жайында. Бұл Бақара сүресінің 234-ші аяты. Валлазина ютаваффауна минкум ва язаруна азважа, өздері қайтыс болып, әйелдері артында қалғандар, ятараббасна би анфусихинна арбаата ашхурин ва ашра. Өздері үшін дейді, әйелдер 4 ай 10 күн күтсін дейді. Фаиза балагна ажалахунна, егер олардың уақыттары жеткен болса, яғни уақытты толтырған кезінде, фала жунаха алейкум фима фаална фи анфусихинна бил маруф. Жақсылықтан өздеріне жасаған нәрселерінде сендер үшін ешқандай күнә жоқ дейді. Валлаху бима та'малуна хабир. Алла тағала сендердің не істеп жүргендіктеріңнен толықтай хабардар дейді. Осы аяттың енді иншалла тәпсіріне келеміз. Құрандағы валладина ютаваффауна минкум дегені ютаваффады. Таваффа сөзі негізінде мына жердегі негізгі мағынасы ямутуна ва юқбадун депті. Өлгендер, жаны суырылып алынғандар деген мағынада қолданылып жатыр дейді. Ал бірақ негізгісі ахду шайи вафиян камилан дейді. Бір нәрсені толықтай алуды ятаваффа дейді. Түсінікті ме арабтың тілінде? Таваффа, ятаваффа деген сөз не екен? Жаңағы толықтай бір нәрсені алу. Бір адамға қолданылуы, өлу мағынасында қолданылу себебі не екен? Өйткені оның өмірінің, ризық нәсібесінің баршасы толығымен суырылып алынғандығынан өзінен. Одан алынғандығы үшін жанында шығып кетті деген сөз. Яғни өлді мағынасында қолданады екен. Енді мына жерде язаруна деген сөз бар, ятрукуна деген, яғни артында қалдырғандар дейді. Яғни әйелдерін артында қалдырғандар. Өздері өліп, әйелдерін артында қалдырып кеткендер деген сөз ғой. Сол жердегі язаруна деген сөзді де түсіндіріп кетіпті, яғни артында қалған әйелдер деп. Бұл язаруна сөзінің тұйық етістігімен өткен шағы жоқ дейді. Тек қана келер шақта ғана қолданылатын етістік сөз деп айтқан, яғни артында қалдыру деген мағынада әмір де бар екендіген грамматикалық терең кірген, ол нәрселерге иншалла кірмей қоямыз. Ятараббасна деген күтсін деген сөз, әл-интизар депті. Яғни фатараббасу хатта яти Аллаху би амрих дейді. Алланың әмірі келгенге дейін күтіңдер деген аятта тараббаса сөзі күту мағынасында қолданды. Фаиза балагна ажалахунна деген аят бар ғой. Енді олардың уақыттары жеткен болса, яғни әйелдің уақыт толса деген сөз. Ажал деген сөзді айтып жатыр бұл жерде. Ал-муддатул мадрубату лишшай дейді. Бір нәрсеге қойылған белгілі мерзімді ажал деп айтады. Бір адамның ажалы жетті десе не екен? Бекітілген мерзімі уақыты бітті деген сөз. Ажал жетуі. Ажалдың жетуі уақыттың келуі деген сөз. Берілген уақыттың бітіп, қайтатын уақытының жеткендігі. Ал мына жердегі қолданылған сөзде инқидаул айддати депті, әйелдің күту уақытысының бітуі депті. Әйелдің күту уақытысының бітуін ажал деп қолданып жатыр. Ол яғни болды енді арғы күтпейді деген сөз, яғни басқа тұрмысқа шығам десе, өз еркінде деген мағынада қолданылғандығы үшін. Енді жалпы аятта көреміз, жалпылама айтылған нәрсе бұл жерде, егер сендерден бірін қайтыс болып, артында әйелдерін қалған болатын болса, оларға, ол әйелдер 4 ай 10 күн күтсін дейді. Яғни сіздің үйіңізден шықпайды, 4 ай 10 күн сол сіздің үйіңізден тамағын ішіп жеп, сол үйде болады, ешқандай сыртқа көрінбейді, әдемі киімдер кимейді, ешкімнің көзіне түспеу керек деген. Содан кейін барып, 4 ай 10 күн толған болса, онда сыртқа шығу деген басқаға, жаңағы басқа ерлерге дұрыс әдемі көрініп, жаңа боянып, басқа болып, реттеліп, тұрмысқа шығатын жағдайын білдіруінде сендерге ешқандай күнә жоқ одан деген. Демек не екен, ол қайтыс болып өткен күйеуіне, немесе күйеуінің енді аға інілері, ата-анасы болуы мүмкін, сол кісілер мысалға неге бұл 4 айдан кейін бұлай кетті, немесе неге тұрмысқа шығайын деп жатыр деп айта алмайды, оның күнәсі жоқ болды деген. Ар жағында әйел ерікті дейді. 4 ай 10 күтсін дейді. Бұны ханафи ғұламаларымыз өздеріне өздерінің жақсылық жасауы деген сөз әйелдердің тұрмысқа шығуы деп айтқан. Жаңағы әдемі көрініп, кейін тұрмысқа шығып кетуінде ешқандай күнә жоқ. Валлаху бима та'малуна хабир дейді. Алла тағала істеп жатқан істерінен толықтай хабардар деп аятты келтіргендігін көреміз. Енді осы жерде ерекшеліктерін көрсетеді аяттағы келтірілген. Мына жерде туфия сөзі қолданылды ғой, мутаваффа деген сөз. Бұл сөз негізде жанның толықтай алынуы, кез келген нәрсенің толықтай алынуы деп айттық. Құранда Аллаху ятаваффал анфуса хина маутиха валлати лам тамут фи манамиха дейді. Алла тағала
өлген адамның жанын алады, ал өлмеген адамның ұйқыда жанын алады деп айтқан аятта. Демек не екен? Ұйқыда да жанның адамның шығуы деген сөз дейді. Демек ол енді бөлек әлем болып та кетеді, енді рухтар әлеміне қарай жылжып кетеді, ол жақтар оған енді көп кірудің қажеті жоқ. Енді мына жерде қараймыз. Арабтарда мутаваффи деген сөз бар. Мутаваффи деген жан алушы деген мағынаға келеді. Арабтар бір кісі қайтыс болса, мәнел мутаваффи деп сұрайды. Жанын алған кім деген мағынада қолданады да ол сөз. Бізде де бар ғой, мысалы өзімізге білінбейді. Бүгін пәленшенің туған күні дейді. Негізі сөз дұрыс емес та қолдануы негізі. Дұрыс па? Сол секілді не екен? Жаңағы мутаваффи сөзі арабтардың жаңағы жанын алушы кім деген секілді, бірақ ол жанын берген адамды алған емес. Мына арабтардың грамматикасын құрған Абул Асвад ад-Дуали деген атақты ғұламалары бар. Бұл кісі жаназаға барған екен, сөйтсе жаназаға барған кезде бір кісі сұрапты, мәнел мутаваффи деп, жанын алған кім деген мағынада ше жаңа. Сөйтсе, Аллаху Тағала депті. Алла алды деп, анау негізі өлген кім деген мағынада сұрап жатыр да, арабтарда қолданыс солай. Жанын алған кім мағынасында айтады, бірақ өлген кім деген мағынаны сұрайды да жаңа. Екіншісі, Құрандағы азваджан деген кезде зауж деген сөз бар. Зауж деген жұп деген мағынада. Арабтар зауж, заужа деп айтады. Жаңағы жұп, және әйел кісіге заужатун деп қолданып жатады. Бірақ дұрысы екеуіне де зауж деген сөзді қолдану дейді. Өйткені заужа деп жаңағы тәні қосатын болса, онда ол арабтың грамматикасына, арабтың әдебиетіне теріс түседі деп айтқан. Соның үшін еркісін заужита жаңағы соның жұбайы деген мағынада екеуіне де бірдей зауж сөзінің қолданыла берілуі дұрысы деп айтқан екен. Енді мына жерде үшінші мәселені қолданады. Бір әйел кісі Умму Салама радиаллаху анхадан риуаят етіледі. Бір әйел кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады. Я Расулалла дейді, менің күйеуім қайтыс болды. Бірақ менің көзім енді ауырып тұр, соған байланысты көзіме сүрме жақсам бола ма деп айтады. Ал негізі сүрмені қай уақытта жағады олар? Анау уақыттар белгіленген 4 ай 10 күннен кейін барып жағу керек. Соны сұрайды, көзім ауырғанына байланысты жақсам бола ма деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. Лақад канат ихтакунна такуну фи шарри ахласиха. Яғни сендерден кез келген бір әйел араларында ең жаман киімін киетін еді. Фатамкуту фи байтиха хаулан. Үйінде бір жыл отыратын еді. Иза туфия заужуха. Егер оның күйеуі қайтыс болған болса, фаямурру алейхал кальбу фатармихи бил бa'рати. Сосын алдынан бір ит өтсе, итті сол тезекпен, түйенің тезегімен лақтыратын едіңдер деп айтқан. Афала арбаата ашхурин ва ашра. Не 4 ай 10 күнге шыдай алмайсың ба деп айтты дейді. Сонда қараңыз, мына хадисті оқыңыз, таңғалатын бір нәрсе бар. Алдыңғы уақытта ислам діні келмей тұрған, тіпті ислам келгеннен кейін де. Алғашқы уақыт қалай болған екен? Әйелдер күйеу қайтыс болған болса, үйінің ішінде немесе бір тура үйінің жанындағы бір кішірек бір бөлмеге кіреді екен. Кішкене ол бөлме қараңғылау болып тұрады. Және ол жерде шашында таранбайды, ескі жаман киімдер киіп жүреді екен 1 жылға дейін. Және ешқандай адам баласына әдейі көрінбейді екен. 1 жыл жаңағы аза тұтып сол жерде. 1 жылдан кейін барып шығады екен. Шыққаннан кейін де оған әлі үйленуге рұқсат жоқ, басқа тұрмысқа шығуға. Сонда түйенің тезегін ұстап жүреді екен қолдарында, алдынан бір ит жүгіріп өтсе, соған қарай лақтырады екен содан кейін барып үйленуге болады дейді екен. Жахилет дәуірінде осылай болған. Ислам келгенде де 1 жыл күту керек болған, әмір болған. Кейбір ауылды жерлерде бар, байқасаңыздар, 1 жыл күту керек деп айтатынды. Бірақ ол үкім өзгеріп кеткен. Түсінікті ме? Құран бұл үкімді кейінен өзгерткен, 4 ай 10 күн күтсін деп, 4 ай 10 күнге дейін ғана үкім бекітілгендігін көреміз. Енді бұл 4 ай 10 күн не үшін деп айтады? Сонда ғұламаларымыз енді мына мәселені келтіреді. Ең бірінші осы жерде айта кететін нәрсе, бұл не үшін деген сұраққа байланысты, біз не үшін екендігін нақты біле алмаймыз. Алла Тағала осылай жасаңдар деді, болды, осылай болады ол. Оның хикметі кейін білінер, немесе мүлдем білінбес. Бірақ не екен? Алла Тағала 4 ай 10 күн күтсін десе, 4 ай 10 күн күту керек. Кейбір ғұламаларымыз былай деп айтқан. 4 ай 10 күн күтсін деген 4 айда, яғни 40 күн адам баласы не болады дейді жаңағы. Нутфа күйінде болады, 40 күн алақа дейді жаңағы, жабысқақ бір клетка күйінде болады дейді. Одан кейін 40 күнде ет паршасы болып тұрады деген.
содан кейін барып адам баласына жаңа жан беріледі деп 120 күнді айтқанда, 120 күнде адам баласы ішінде жаңағы толықтай ананың ішіндегі бала қалыптасады да, одан кейін рух беріледі дейді. 10 күн деген сол 10 күннің ішінде рух беріледі деген мағынада қолданылды дейді. Соның үшін әйел жүкті ме, жүкті емес пе, соны анықтау үшін 4 ай 10 күн күтсін деп айтты дейді. Бірақ дұрысын бәрібір Алла біледі. Қазіргі уақытта әйел жүкті ме, жүкті емес пе тексеріп бірден біле салады, айтады. Әйел жүкті емес екені бірден білінсе де, бәрібір тұрмысқа шыға алмайды. 4 ай 10 күн күту керек. Бұл Алла тағаланың қойған шарты солай. Бұл нәрсені, яғни хикметтерінің бірі деп, енді осы болу ықтимал деген немен жаңағы қойылғандығы. Ал мысалға дейік, ажырасқан әйелдер 3 қайыз уақытысы күтсін деген. 3 қайыз деген әйел 3 етеккір көргенше дейін күту керек деген. Бір рет етеккір көрген әйел жүкті емес екендігі белгілі болды. Неге 3-еу деді? Мәселе осы жерде де. Ол бізге адам баласына сұрақ белгісі бұл. Алла тағала осылай болсын деді, ол солай бекітілді. Демек, күйеуі қайтыс болған әйелдер 4 ай 10 күн бойы күйеуінің қадір қасиетін және онымен болған некесін құрмет тұту үшін және оның қайтыс болғандығына аза тұтып 4 ай 10 күн үйінде болсын, үйден шықпасын деген. Одан кейін барып жаңағы реттеліп киімдерін, әдемі киімдерін киіп, еркектердің көзіне түсетіндей жағдай жасауына рұқсат етіледі. Яғни тұрмысқа шығу үшін. Бізде енді біздің кейбір түсінікке келмейді мұндай нәрсе. Арабтың түсінігінде әйелдердің әдеміленіп сәнденуі деген сөз тұрмысқа шығамын дегеннің мағынасы. Түсінікті ме? Ондай сәнденіп жүрген әйелді көрсе, бірден барып адам құда түседі, мен сені аламын деп болды. Құда түсіп, ол әйелді алады. Тұрмысқа шыққысы келген әйел солай істейді. Бізде оның мағынасы жоқ болып кеткен ғой ондай нәрсенің. Яғни ол көреміз 4 ай 10 күн күтеді, содан кейін тұрмысқа шыға береді дейді. Соның үшін теңі табылса, тұрмыс құра беру керек. Тұрмыс құрғызу да керек болса. Ер кісілер болса, мысалы кейбіріміздің қарындасымыз бар, кейбіріміздің қызымыз бар. Ол кісілерде күйеулері қайтыс болған болса, немесе ажырасқан болатын болса, теңі табылды ма бірден қосу керек. Үйлендіру керек. Дұрысы солай. Сонда артынан жаманат еруден де аман болады бұл. Және не екен? Әйел кісі ол ерсіз болмайды ол бәрі. Еркек әйелді, әйел еркек бірін-бір толтырады. Жаңа зауж деп айтқан жұп деген сол. Екі жарты қосылған кезде бір бүтін болатындығы. Соның үшін екеуіне зауж деген сөз қолданды. Жұптар бірін-бір толтырушы. Соның үшін бұл нәрседе біз жаңа ақылдылық жасау керек, шариғаттың айтқанына сай жасау керек енді. Осы аяттардан енді шығарылатын бірінші үкім. Халил аяту насихатун ли аятил и'тидади бил хаул. Бір жыл күтсін деген үкімді осы аят жойып жібере ма дейді деген мәселе келеді. Сонда ғұламалардың көпшілігі бір жыл күтсін деген аят, өйткені ол аятта қалай келген еді? Өздері қайтыс болып артында әйелдерін қалдырғандар бір жыл бойына әйелін үйден шықпастан тамақтанып, ризықтанып үйінде отыруын өсиет етсін деген аят бар еді. Әйеліне қайтыс болатын адам айту керек еді. Бір жылға үйден шықпайсың, үйден тамақтанып осы үйде боласың, кетпейсің деп жаңа өсиет ету керек еді. Және ол әйел бір жыл шықпау керек еді. Ал бір мына аят келді да 4 ай 10 күтсін деп мына бір жылдық үкімді жойып жіберді. Енді осы аят нақты Құранда бұл аятта әлі де бар. Бір жыл күтсін деген. Бірақ оның аяттың өзі тұр, үкімі жойылған да, амал етілмейді. 4 ай 10 күн күтсін деумен бұл жойып тастады деп айтады. Кейбір ғұламаларымыз бар, екеуі де аяттың бар деген мағынада қолданған. Яғни бір жыл күтуі де 4 ай 10 күн күтуі. 4 ай 10 күн күтуі нақты, а бір жыл болса жаңағы күтсе абзалырақ, күтпесе ештеңе етпейді деген сияқты. Мысалға сапар намазы секілді деп айтқан. Сапар намазы неге? Намаз негізі 4 ракаттан болса, сапарға шықса 2 ракатқа қысқарады дейді. Тура сол секілді дейді. Соны деп айтқандары бар, бірақ имам Қуртуби «Хаза ғалатун баййинун» депті. Мынау айдан анық қателік бұл деп айтқанда, жаңа қарсы шыққан. Бұл дұрыс емес деген. Яғни жойылып кетті бір жылдықтың үкімі деп. Ал намазды бұл жерге салыстырмайсыз, екеуі салыстыруға мүлдем келмейді. Біреу ол жерде Алланың рұқсаты еді, екіншісі жаңаға толықтай оқу еді, бұл салыстыруға келмейді деп кесіп тастаған екен имам Қуртуби. Дұрыс емес ол деп. Екінші үкім Ма хия иддатул хамилил мутаваффа анха заужуха. Күйеуі қайтыс болған әйелдер жүкті болатын болса, олардың күту мерзімі қанша болады дейді. Құран кәрімде
Ва улатул ахмали ажалухунна ан ядана хамлахун дейді. Жүкті әйелдердің күту мерзімі балаларын туғанынша дейді. Яғни босанғанша. Босанды ма? Болды, мәселе бітті деген сөз. Сол кезге дейін дейді. Деген аят бар. Сон осыны қарай отырып, және екінші аят келіп тұр, мына жақта не болды? Күйеуі өлген болатын болса, жаңағы 4 ай 10 күн күтсін деген бар. Осының қайсысын істейді деген кезде, әйел егер жүкті болатын болса дегенге, Хазіреті Али мен Ибн Аббас радиаллаху анхудың пікірі бар екен. Мына жерде солардың айтқан жеке пікірлерінде келтірген. Қайсысы ұзақтау болатын болса, сонысын орындайды деп айтқан да. Мысалға, бір кісі қайтыс болды, әйелі жүкті еді. Ол жүкті әйелі күйеуі қайтыс болғаннан кейін 3 күн немесе 4 күннен кейін босанды. Не болды енді? Әйел сол 3 күн 4 күннен кейін тұрмысқа шыға берсе рұқсат па, рұқсат емес па деген мәселеге кетеді. Сол жерде жаңағы Ибн Аббас пен Хазірет Алидің пікірі бойынша ұзақ болғанын ұстайды дейді. Ұстанады әйел. Мысалға 3 күннен кейін немесе жарты айдан кейін, 10-15 күнде әйел босанған болса, онда 4 ай 10 күн деген үкімді ұстанады, ұзағын ұстайды деген. Осылайша дұрыс болады деп айтқан пікірі бар. Бірақ көпшілік ғұламалар айтты, бұл дұрыс емес, бұл жерде талас бар бұл мәселеде деген. Мұндай пікірді ұстануға. Ең дұрысы әйел, 2 қабат әйелдердің, жүкті әйелдердің күту мерзімі баласын босанғанша дейді. Күйеу қайтыс болған болса, ертесіне әйел босанып қойса, егер болды, онда оның үкімі сонымен бітті дейді. Ертесіне бір күн күтеді, одан кейін тұрмысқа шыға беруіне рұқсат етіледі деген. Өйткені Алланың айтқаны осылай болды. Бұған Құранда аят бар, жаңа босанғанға дейін күтсін деген кітаптан дәлел бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына хадисі де келеді дейді. Бұл Субайат әл-Әсламия деген кісі Саад ибн Хауланың әйелі болған екен. Күйеуі Бәдір соғысына қатысқан кісі екен. Бұл кісі қоштасу қажылығында қайтыс болады. Қайтыс болған уақытында әйелі жүкті екен. Сосын көпке ұзамай-ақ бұл кісі жаңағы босанады, әйелі. Босанып, сосын нифастан тазарғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады: "Я Расулалла" дейді. "Мен тұрмысқа шыға берсем, тұрмысқа шығу мақсатымен әдеміленіп, сәнденсем өзімді" дейді. "Болады ма?" деп рұқсат сұраған. Немесе 4 ай 10 күн күтуім керек па деп айтқан уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірден "Сен балаңды босануыңмен халал болдың, болды, басқа жаққа" деді. Бітті, сен жаңағы күтетін уақытың бітті дейді. Сөйтті, егер саған құда түсіп келіп жатқан болса, тұрмысқа шық деп айтты дейді. Осы хадиске сүйене отырып, көпшілік ғұламаларымыз әйел босанды ма, мәселе бітті дейді. Үшінші үкімге келсек, ма хуал ихдаду ва кам тахиддул мар'ату ала заужиха. Әйелдің аза тұту уақыты. Аза тұту уақыты қанша? Немесе әйелдің күйеуі үшін қанша уақыт аза тұта алады деген үкіміне келетін болсақ, әйел баласы қайтыс болған күйеуі үшін 4 ай 10 күн бойы көз жасын тыймай жылап жүрсе, оған рұқсат етіледі. Жылап жүруі де керек. Сәнденуіне болмайды. Әдемі киім киіп жүруіне, өзгенің көзіне түсуіне болмайды. Бұл нәрсе шариғат бойынша осылай бекітілген. Бұл да күйеуіне деген адамның жаңа сый құрметі қайтыс болған, және некенің араларындағы болған кеңшіліктің, некенің қандай абзал болғандығын, соның қадір қасиетін бағалап, үйінде жаңа аза тұтып әйелдің болуы керек. 4 ай 10 күн бойында. Ал енді басқа жағдайларда туысқаны, әкесі, бауыры біреу қайтыс болатын болса, немесе кез келген адам қанша аза тұтады десе 3 күн. 3 күннен аза тұтуы артық аза тұтуына рұқсат жоқ. Әйел кісіге де солай, еркекке де солай. 3 күннен артық жылап еңіреу деген нәрсе дұрыс емес екен, қою керек. Жылайтын болсаңыз 3 күн болыңыз, өзі мысалы кім болса да, анасы қайтыс болса, баласы болсын, басқасы болсын, ең жанына жақыны болсын, 3 күннен артық жылауына рұқсат берілмейді. 3 күнге дейін рұқсат бірақ. Ал әйел кісіге 4 ай 10 күн. Одан артық жылауына болмайды оған. Ол 4 ай 10 күннен кейін жаңа көз жасын тыю керек деп үкім берілгендігін көреміз. Яғни әйел сол уақытта сәнденуі, жақсы әтірді, жақсы иіс суларды өзіне қолдануы деген нәрсе, немесе ер кісілердің көзіне, жаңағы құда түсем деген адамдардың көзіне түсуі деген нәрсесі тыйым салынған істерден екен. Ал енді жалпылама мына жердегі осы аяттан шығарылған ғалымдардың шығарған жалпылама үкімдеріне келейік. Бұл нәрселер не екен? Қорытындылап айтқан сөздеріне.
Ең бірінші мәселе бұл аяттағы мa'рифату бараатир рахми хатта ла тахталитал ансабу бa'духа би бa'д. Бұл жерде әйел кісінің құрсағы таза ма, таза емес пе, сонысын анықтау бар дейді бұл аятта. Өйткені жаңағы күту арқылы, жаңағы егер ол жүкті күйінде кетіп басқаға тұрмысқа шығып кететін болса, онда күтпей. Онда ана бала кімдікі? Екіншісі күйеуінен ба, жоқ ана бірінші қайтыс болып кеткен күйеуінен ба? Мәселе шатасатта, не екен адамның ата тегінің шежіренің бұзылуы деген нәрсеге алып келеді бұл дейді. Кімнің ата тегінен екенін біле алмауы. Соны анықтау бар бұл жерде деп айтады. Негізгі мәселе осы дейді. Екіншісі للتعبد امتثالا لأمر الله عز وجل حيث أمر بها النساء المؤمنات. Алла тағаланың мұсылман әйел кісілерге әмір еткен үкіміне бағыну деген үкім бар бұл жерде дейді. Яғни 4 ай 10 күн күттесе күту керек. Бұл Алланың әміріне бағынғандығы. Яғни Аллаға бойынсынушы әйел екендігінің де бір белгісі болатындығы дейді. Үшінші мәселе إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة اعترافا بالفضل والجميل. Әйел кісінің қайғыланып аза тұтуы деген күйеу өлгеннен кейін күйеуінің жасаған артықшылықтарын, оның өзіне өткен кеңшіліктерін бағалауы болып есептеледі дейді. Әйел кісі соның үшін аза тұтып үйінде күту керек екен. Одан кейінгісі тахиату фурсатин лиззаужайни фит талақи лииадатил хаяти заужияти ан тариқил муражаати. Одан кейінгі мәселе ортада идданы күту деген сөз әйелдің де ер кісінің де ойлана қайтадан жаңағы отбасын құруына дайындалуы деп айтқан. Алла Тағала сол арқылы дайындайды. Мысалға күйеу қайтыс болса, немесе ол ажырасқан болса да, әйел кісі болсын, ер кісі болсын, қайтадан қосыламыз деген уақыт болса, немесе күйеу қайтыс болған әйел кісі басқа тұрмысқа шығам дегенше ортада біраз уақыт күту керек қой. Күйеу болмаған әйелдің жағдайы қалай екенін түсіне және көбірек ойлана отырып, басқамен тұрмыс құруына жолды дайындау деп айтқан. Яғни адамның ақылын басына жинау деген сөз болды дейді. Мысалға мына талақ өткенде өттік үкімдерін, ажырасқан әйелдердің үкімдері 3 қайыз уақытысына деп өттік. Сонда не үшін екен? Сол 3 қайыз уақытысында қайтадан қосылуларына мүмкіндік бар еді. Бұның баршасы адамның көбірек ойланып, ағы мен қарасын, пайдасы мен зиянын өзі ойлану үшін. Бұл ер кісіге де, әйел кісіге де бұл нәрсе пайдалы болады деген. Бір рет ажырасуы, одан қайтадан қосылуы деген сөз. Ортада күйеу жоқ әйел қалай болады, жаңа әйел жоқ ер кісі қалай болады деген. Өздерін сезініп көруі бөлініп кететін болса, соның ақылын басына жинау үшін де бұл нәрсенің керектігі екен. Ал айтпесе, бірден қосылып, бірден ажырасып, бір кісіден ажырасып, екінші бір ер кісіге тұрмысқа шығып кетіп жататын болса дейді, баланың ойыны ұқсап кетеді бұл деп айтқан. Бұдан екен Алла Тағала осы жерде үлкен бір хикметті де сездіріп, осы аятты жібергендігін көреміз дейді. Негізгі бүгінгі тақырыбымыз мінекей осы еді. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.